алып ұшып ақылы емханаларға жүгіретіндер бар. Оны емдетудің қай түрі болмасын қалтаңа салмақ салады. Алайда қазір белгілі бір санаттағы адамдарға стоматологиялық қызметтер тегін. Тек ақпаратқа қанық болған абзал. Мемлекет есебінен жеңілдік алған адам болсаңыз, бұл емшараның барлығы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аясында ақысыз жасалады. Жарымжан бала өсіріп отырған жұмыссыз жандар да осы көмекті тегін ала алады. Барлығына қала деңгейінде 36 емдеу мекемесі болатын болса, алғашқы медицина көмек жасайтын. Соның барлығын түрде біз қадағалап, осы стоматологиялық жаңағы қызметтің қандай деңгейде жасауын біз қадағалап жасап отырамыз. Осы бір жылдан аса барлық стоматологиялық медицина көмектің бәрі алғашқы медицина көмек жасайтын емханалар, жеке медициналық емханалар арқылы олардың жаңағы қосымша сондай көмектер жасалады. Себебі біздің емдеу мекемелері емханаларға өзімізден тікелей келісімшарт болатын болса, емдеу емханалар сол стоматолог мекемелермен қызмет жасайды. Елімізде ересектермен қатар балалар арасында да тіс жегісі мен оның асқынған түрі өте көп кездеседі дейді мамандар. Бұл ең әуелі ауыз қуысын дұрыс күтпегеннен болады. Жұмсақ тағамның да әсері бар. Тіс құртының алдын алмаса, буыны бекімеген баланың жақ сүйегіне дейін қисайып, тісі өспей қалуы мүмкін көрінеді. Сондықтан тіс ауырған бойда жергілікті тіркелген емханаға барып, дәрігерден стоматологияға жолдама алу қажет. Жүкті әйелдер мен 18 жасқа толмаған балаларға бұл қызметтің барлық түрі ақысыз.